Ауызашардың 14-ші күнінде фетучини және карамельный пирог. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, соломкалап туралған тауықтың төс етін салып қуырамыз. Пияз қосамыз, араластырамыз. Құзғұйрық қосамыз, араластырамыз. Бір ас қасық ұн қосып араластырып, тұз, бұрышын, қаймағын қосып пісіреміз. Осы аралықта қамырын пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суға дайын вермишельді салып, осылай пісіріп аламыз. Содан соң біздің дайын болған соусымызға салып араластырамыз. Карамельный пирогтың қамырын дайындаймыз. Иліктен өткізіп, ұнымызды саламыз, сары май, крошка дайындаймыз. Қант және жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды қойып қоямыз. Содан соң жаямыз. Формамызға осылай видеода көрсетілгендей төсейміз. Начинкасын дайындаймыз. Қаймақ және вареный сгущенка, жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Құямыз. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен соң толықтай суытамыз. Тамағымыз дайын болды, саламыз. Ауызашардың 14-ші күніне арналған ас мәзіріміз осындай. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.